нағыз аты жұрт деген жаңағы Серікжан Дияш басқарып жүрген ұйым, ол секта, ақшаны жымқыру, ол бір. Ал мынау тақырып Қытай арнайы қызметтеріне қандай жұмыс жасап жатыр, елдің арнайы қызметтеріне қандай жұмыс жасап жатыр, оны әлі зерттеу керек. Мынау бұның секта ретінде жұмыс жасап жатқан, алаяқ ретінде жұмыс жасап жатқан түпкі мақсаты қандай екен, мен анық көріп тұрып сіздерге жеткізіп жатырмын. Ал жаңағы Қытай бойынша қандай жұмыс жасап жатыр, жаңағы жарқын жеті тобы дейді, басқа, оны жұмыс зерттейміз, ақпарат бәріміз келеді. Себебі бұның жұмысының өзі секта екенін мен нақты көріп тұрмын. Бұнда жаңағы үлкен бұл ұйым сияқты анау кімдерде анау Аун Сунрикё деген бір нелер болады, секталар. Олар экономический блок дейді, жаңағы пропаганда, насихат жасататын, сосын служба безопасности бар. Мына кімде кәдімгідей Серікжанда сол Аун Сунрикё, басқа да секталар сияқты служба безопасности бар. Біреу қарсы шықса, кәдімгідей жаулап WhatsApp-пен балағаттайды, айтқандарды айтпайды. Балаңды сен бұл жөнінде өзінің ақпаратын бар ма? Мысалы, біреуді қорқытып, баласын бүйтем деген бұл жөнінде ақпарат бар ма өзінде? Естігені бар ма? Серікжанға қарсы шыққан адамға. Жоқ, ондай туралы мен ақпаратым жоқ. Серікжанның жаңағы партия құрамыз Америка корпораттегі сөздерді маған қалайда біз қазақ дейтін мемлекет ұлы ел тарихтармен келе жатқан өзінің мемлекетіндегі әйтеуір одақ болдық, бірақ енді қайтадан одақта шығуға тырмысып жатқан елге Америка корпораттегі сөзге біраз сенімі ғой. Америка Қазақстанның бір білмеймін, Қазақстанға Орта Азия туралы көп ойлап болуы мүмкін. Өйткені ол Қытаймен емес елгене, Қытай мен Америка ортасында бір санкция, Россия ортасында бір сол секілді санкция, ол секілді қақтығыстар, экономикалық қақтығыстар олар мәңгі жалғаса береді. Енді орталық Азиядағы қазақ мемлекеті қазақ ұлты өзін-өзі құтқармаса, енді біреуге құтқарып береді дегенге мен ешқашан сенбеймін. Қазақ халқына сенбеу керек, қазақ халқы бірігіп өзінің болашағын өзі жасамаса, басқа бір мемлекет ешқашан жасап бермейді менің ойымда. Енді Серікжанның сол кезде мені айтты ғой, ұйғамақта болған кезде, мені Еуропа тұтас Америка қолдағандықтан Қазақстан мені дереу ұйғамаққа шығарды деді. Мен ол кезде сендім. Өйткені біз әлі аңқау адамбыз. Сол үйде жүрген кезде мен зиялы қауымдармен сұхбат жасап, бүкіл құзырлы органдарға, Еуропарламентке, Біріккен ұлттар ұйымына, шетелдік демократиялық елшілерге хат жазып, неше жүздеген адамның қолын қойып, сол бір жалсылай шақырып жүрген кезде, осы жолға бір талмаңыз. Мен осыдан шыққаннан кейін бір үндеу тастап, сіздің мәселеңіздің барлығын шешіп беремін. Осыдан шыққаннан кейін бұрын айлық алмаусыздар, мен естімеппін деп қояды. Ол өздері басқарады, Ербол бермепті ғой деп қояды. Мен осыдан шыққаннан кейін айлық беремін деп қояды. Иә деп қойды. Ол үйдегі елдер қой сойып апарып жатады, ақшасын апарып, продукт апарып жатады. Бірақ мен ол үйдің газы төгіп қалса, продукт төгіп қалса, мен барып апарып беремін жаңағы экзактты үйде, сол ұйғамақ жасап. Сөйтіп бір жазында жұмыс жасаған кезде болмағанда безіп мың теңге берші деп сұраған жоқпын. Барлығын өзі кеңселеді, бүкіл дүниені өз ақшаммен жасадым дейді. Енді сөйткен мені сатып кеткен адамға білмеймін қандай ұлтқа жұмыс жасайды, қандай партия құрып, қандай мемлекетке ұлтқа болашаққа қалай жұмыс жасайды, мен сенбеймін. Жандағы ең өзіне осындай өзін көтермелеп, өзін сол құтқару үшін жұмыс жасаған менің өзімді сатып кеткен кезде, ол кезде ұйғамаққа түсуінің өзінде де мен барған келісіммен болды ма деп. Түсінікті. Ол нақтылы қылмысы мен емес. Құрметті достар, осы